Ордабай Ағыбайұлы атындағы жалпы орта мектебінде қыркүйек айында Түлкібастың тұғырлы тұлғаларына арналған әдеби іс-шаралар өткізілді. Өткізілген іс-шарамыздың мақсаты Түлкібастан шыққан тұғырлы тұлғаларымызды дәріптеу, олардың шығармашылығын насихаттау. Аталған тақырып негізінде Түлкібастың тұғырлы тұлғаларының бірі, әрі бірегейі, профессор, абайтанушы, мұхтартанушы, ғалым Мекемтас Мырзахметұлы атамыздың өмірі мен шығармашылығын тану мақсатында мектебіміздің математика пәнінің мұғалімі Аймаханова Нұрғайша ұстазымыз 9 сыныптар аралығында тәрбие сағатын өткізді. Осы тәрбие сағатының негізінде оқушыларымыз Мекемтас Мырзахметұлы атамыздың өмірі, шығармашылық жолымен таныс болды. Тұғырлы тұлғаларымызды дәріптеу мақсатында іс-шарамыз әрі қарай мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Абдраимова Салтанат ұстазымыздың 5-8 сыныптар арасында өткізген «Теңіздей терең мархабат» атты танымдық іс-шарасының негізінде жалғасын тапты. Өткізілген іс-шараның мақсаты жерлесіміз жазушы, журналист, аудармашы Мархабат Байғұт атамыздың шығармаларын оқу және болашақ ұрпақты жазушы шығармашылығы арқылы өмірге бейімдеу. Сонымен қатар, кезекті іс-шарамызды мектебіміздің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Құттыбаева Гүлсана ұстазымыз жалғастырды. Тұғырлы тұлғаларымызды дәріптеу мақсатында 5 сынып оқушылары арасында «Сатира саңлағы» атты Алпысбай Боранбайұлының шығармашылығына арнап кеш өткізді. Бұл кеште сатирик ақынның өлеңдері оқылды. Әсіресе Кәдірбек Нұраділ, Нұртас Шұғыла, Тоқбаева Алина, Әмірқұл Әйгерім, Сейдуалы Әзіре, Тайырхан Кәусар ерекше көзге түсті. Оқушылар шығарманы оқи отырып, өмірмен байланыстыра білді.